Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз екінші сынып 53-ші сабақты өтеміз. Шамалардың бірліктерін түрлендіру және салыстыру. Бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына ұзындықтың сәйкес бірліктерін қой. Бұл жерде кітап бет белгісінің ұзындығы, яғни ол бізде сантиметрмен өлшеуге келеді, яғни сантиметрді біз сызғыш арқылы өлшесек болады. Демек, бұл жерде 5 сантиметрға тең. Келесі сынып тақтасының ұзындығы бізде сызғыш арқылы өлшеуге келмейді, сондықтан сызғыштан үлкен бізде метр өлшем бірлігі арқылы өлшейді, яғни 3 метр. Келесі дәптердің ұзындығын біз сызғыш арқылы өлшесек болады, демек сантиметр деп жазамыз. 21 сантиметр болады. Келесі мектеп пен үйдің арасы 700, яғни ол бізде сызғыш арқылы өлшеуге келмейді, ұзындау болып тұр, сондықтан метр арқылы өлшейміз, 700 метр. Келесі тапсырма: көп нүктенің орнына массаның сәйкес бірліктерін қой. Сөмкенің массасы бізде килограмм арқылы өлшейміз, яғни 2 килограмм. Келесі бір қап сәбіздің массасы 50 килограмм, бір қапшық ұнның массасы 3 килограммға тең болады. Келесі тапсырма: көп нүктенің орнына уақыттың сәйкес бірліктерін қой. Бір аптада бізде 7 күн бар. Яғни уақыттың өлшем бірліктері күн, ай, жыл, минут, сағат арқылы өлшейміз. Жаздың уақыты ұзақтығы 3 ай. Ұшақ 3 сағат ұшты. Келесі тапсырмада көп нүктенің орнына сыйымдылықтың сәйкес бірліктерін қой деп тұр. Сыйымдылық бізде литр арқылы өлшенеді, яғни шәйнектің сыйымдылығы қанша литр болуы мүмкін? Мысалы 1 литр, 2 литр деп аламыз, 2 литр деп айтайық. Шелектің сыйымдылығы, яғни шелек бізде үлкендеу болып келеді, сондықтан оны біз 5 литр деп алайық. Келесі қазанның сыйымдылығы, оны да литр арқылы өлшейміз, яғни 4 литр деп алсақ болады. Келесі тапсырма: бос орынға тиісті санды қой деп тұр. 1 метр қанша сантиметрға тең? Яғни ол бізде 1 метрда 100 сантиметрға тең. Сондықтан 100 сантиметр тең болады 1 метрға. Келесі 1 центнер 100 килограммға тең. Сондықтан бізде 100 килограмм 1 центнерге тең болады. Келесі 1 сағатта 1 сағат 60 минутқа тең. Келесі 4 метр дециметрға айналдыру үшін бізде 1 метрда 10 дециметр бар. Сонда 4 метріміз 40 дециметрға тең болады, 10-ға көбейткен кезде. Келесі 37 сағат, яғни 1 сағатта бізде 1 тәулікте 24 сағат бар, бір күнде 24 сағат бар, демек 2 тәулігіміз 48 сағат деп есептейміз. Бұл жерде енді 37-ден 24-ті азайтамыз. Сонда 1 тәулік, енді 24-ті азайтатын болсақ, 13-ке тең болады. 13 сағатқа тең болады. Келесі 1 дециметр. 1 дециметрда 10 сантиметр бар, сонда 10 сантиметр 1 дециметрға тең болады. Келесі 2 метр 10 дециметр 200 дециметр 200 сантиметрға тең болады. Келесі 1 жылда 12 ай бар, ал 2 жылдағын есептеу үшін бізде 2-ге көбейтеміз, сонда 24 айға тең болады. 2 жыл. Келесі 300 килограмм центнерге айналдыру үшін бізде 1 центнерде 100 килограмм болса, 300 килограммымыз 3 центнерге тең болады. Келесі 800 сантиметр
дециметрмен өрнектеу үшін бізде 80 дециметрға тең, 10-ға бөлгенде келесі 8 метрға тең болады. Енді келесі тапсырма салыстыр. Бұл жерде 9 метр 90 дециметр. 1 метрда 10 дециметр бар деп айттық. Демек 90 дециметр мен 90 дециметр екеуі тең болады. Яғни бірдей өлшем бірлігіне келтіріп есептейміз. Келесі 700 сантиметр 8 дециметр, 8 дециметр сантиметрде 80 сантиметрға тең болады. Бұл 700 сантиметрден кіші. Келесі 2 тәулікте сағатқа айналдыру үшін бізде 1 тәулікте 24 сағат бар. 24 сағатқа 3 сағатты қосамыз. Сонда 27 сағатқа тең болады. Бұл 29 сағаттан кіші. Келесі 9 центнеріміз 900 килограммға тең болады. Яғни бұл үлкен 800 килограммнан. Келесі 4 центнеріміз 400 килограммға тең. 400 килограмм екеуі тең болады. Келесі 3 метрді сантиметрға айналдырғанда 300 сантиметрға тең. 200 сантиметрден үлкен. Келесі 3 центнеріміз 300 килограммға тең болады. 200 килограммнан үлкен. Келесі 2 жылда 12 ай бар. 1 жылда 12 ай бар, 2 жылда 24 ай. 24 айға 4 айды қоссақ, 28 айға тең болады. Бұл 30 айдан кіші. Келесі тапсырма күнтізбені пайдаланып, күз айларында неше күн және неше апта бар екенін анықта. Қыркүйекте 30 күн 4 апта, қазанда 31 күн 5 апта, қарашада 30 күн 4 апта бар. Барлығын қосқанда қыркүйек айында 91 күн 13 апта бар. Келесі тапсырма көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір деп тұр. Бұл жерде 3 дециметр, 7 сантиметр. Сантиметрға өрнектеу үшін бізде 1 дециметрда 10 сантиметр бар. Сонда 37 сантиметрға тең болады. Келесі 2 тәулік сағатқа айналдыру үшін бізде 1 тәулікте 24 сағат бар. Демек 2 тәулігіміз 48 сағатқа тең болады. 48 сағатқа 4 сағатты қосамыз, 52 сағатқа тең. Екі тәулік 4 сағат. 48 сағатқа 4 сағатты қостық, 52 сағатқа тең болады. Келесі 1 сағат 16 минут. Минутпен өрнектеу қажет. Ол үшін бізде 1 сағатта 60 минут бар. Демек, 60 минутқа 16 минутты қосамыз, 76 минутқа тең болады. Келесі 2 жыл 7 ай. 1 жылда 12 ай бар, иә? 1 жылда 12 ай бар. Сонда 2 жылымыз 24 айға тең болады. Оған 7 айды қосамыз, сонда 31 айға тең. Келесі 5 метр 4 дециметр. Дециметрмен өрнектеу қажет, олында 1 метрда 10 дециметр бар. Сонда 5 метріміз 50 дециметрға тең. Оған 4 дециметрді қоссақ, 54 дециметрға тең болады. Келесі 29 сағат 1 тәулік. 24-ті азайтсақ, сонда 5 сағат қалады. 1 тәулік 5 сағатқа тең. Келесі тапсырма кім жылдам өрнектердің мәніне сәйкес әріпті кестеге қойып Қазақстанның батысындағы қаланы тап. 38-ден 17-ні азайтамыз, 21,
24-ке 39-ды қосамыз 63, 99-ға 1-ді қосамыз 100, 80-нен 23-ті азайтсақ 57, 37-ге 17-ні қоссақ 54-ке тең болады. Енді бізде 21 шыққан, ол 37 азайту 17, ол бізде А әрпі тұр. Демек, Аны қоямыз. Келесі 63, яғни екінші тұрған Т. Дәл осылай бізде Р, А, М. Демек, жауабы Атырау деген қала шықты. Қазақстанның батысындағы Атырау қаласы. Келесі тапсырма: егер кеше сейсенбі болса, онда бүрсігүні қандай күн болады? Кеше, бүгін, ертең, бүрсігүні арғы күні деп жазып аламыз бірінші бізде. Демек, егер кеше сейсенбі болса, кеше дегеніміз сейсенбі күнге сәйкес келіп тұр. Демек, онда бүрсігүні қандай күн? Бүгін, ертең, бүрсігүні. Бүгін демек сәрсенбі, ертең жұма. Демек, бүрсігүні дегеніміз ол бізде сенбі күніне сәйкес келіп тұр. Сонда, егер кеше сейсенбі болса, онда бүрсігүні сенбі болады. Жауабы сенбі екен. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.